Бүгін сіздермен Whoopie Pie тортын дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Шоколадтың үстіне сары майды салып, ертіп аламыз. Ыдысымызға 5 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне құмшекер қосып, миксермен 2 есе көтеріліп, ағарғанша миксерлейміз. Еріген шоколадты құйып, бірден миксерлейміз. Ұнның үстіне какао, разрыхитель қосып араластырамыз. Қамырымызға ұн, какао, разрыхительді 2-3 бөлікке бөліп, қосып отырып миксерлейміз. Қамыр осындай қоюлықта болады. Енді пергамент қағазға табаны осылай видеодағыдай жасап шығамыз. Пергамент қағазға қамырды 3-4 қасықтан салып, біркетке етіп жағамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Піскен коржды шететін түзілеп кесіп аламыз. 4 коржды да осылай пісіреміз. Енді крем дайындаймыз. Творожный сырға сахарный пудраны қосып, біркетке масса болғанша миксерлейміз. Үстіне салқын сливкиді қосып, тағы да миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Енді кремді кондитерский мешокқа салып, дайындап аламыз. Енді тортты жинаймыз. Корждың үстіне осылай кремнен шетіне шариктер жасаймыз. Қалған кремді ортасына салып, біркетке етіп жаямыз. Үстіне ерітілген шоколадты құйып, жан-жағына осылай жайып шығамыз. Торттың бетін өз қалауларыңыз бойынша сәндеуге болады. Осымен Whoopie Pie тортымыз дайын. Видео ұнаған болса, лайк басып, арнама жазылып кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер болады.